соңғы сыныбы математика сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз ең әуелі амандасу рәсімін жасап аламыз. Оқушылар, мынауларын әр елдің амандасу салты әр қалай екен. Мысалы, Бразилияда бір-бірін иығынан қағып амандасады екен. Онда бізде солай істейікші қане? Жарайсыңдар. Ал македондықтар шынтақпен амандасады екен, шынтақтарымен. Австралия шапалақ ұрып, секіріп амандасады екен. Жаңа Зеландияда халық бір-біріне маңдай тигізіп амандасады екен. Жақсы, олай болса қазақтар қалай амандасады? Қолын беріп амандасамыз, иә, қолын беріп. Жақсы. Отыра қойыңдар. Біз әдеттегідей оқушылар сабағымызды кіру билетінен бастаймыз. Қазір біз сабақта не білемін, не білгім келеді сұрақтарына жауап бересіңдер. Я әдеттегідей бүгінгі сабағымыздан сендер не білесің, білгілерің келіп отыр. Бастай берейік, кімді айтқанмен. Бүгінгі сабақта не білеміз? Ақ ботам. Дұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшектер. Аяғы. Бүтін сан. Дауыстарын шығарбаңдар. Ильяс. Қара басқанда. Жақсы. Ерназар. Дұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшектерді қосу. Тамаша. Аяғы. Дұрыс бөлшек. Әлшек. Бөлшектер. Тең бөлшектер. Әлтайыр. Бөлшектерді көбейту. Тамаша. Аяулым. Бөлшектерді қосу. Бөлшектерді қосу. Марика. Бөлшектерді азайту. Бөлшектерді азайту. Томирис. Бөлшектерді салыстыру. Жақсы, тамаша. Сендер біраз бүгінгі сабақтан біраз дүние күтіп отырғандарың осыдан белгілі. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда белсенді, тиянақты қатысатын болса, біз жаңағы алға қойған мақсатымыздың бәріне жететін боламыз, балалар. Енді қазір өздерің біліп отырғандарыңдай, біз 3 топқа бөліндік. Каспий тобы, Арал тобы және Балқаш тобы болып 3 топқа бөліндік. Енді қазір балалар сендер әр қайсысынан әр топ өзі жаңағы бір атауды алып отыр ғой. Арал, Каспий, Балқаш деп. Сол жөнінде не білетініміз туралы айтып кетейік, балалар, жақсы ма? Каспий тобы бастай кеткен. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атайды. Аты 16 ғасырдың аяғында оның жағасында қоныстанған Каспий тайпаларына байланысты қалыптасқан. Каспий теңізінің 130-ға жуық өзендер мен ағынды сулар құяды. Каспий теңізі қазан шоқырларының беделіне қарай 3 топқа бөлінеді. Солтүстік бөлігінің шегі Маңғыстау түбегі бойымен өтеді. Жақсы. Келесі Арал тобы таныстырамын дейді. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Теңіз 20-шы ғасырда ауданы жағынан 68 мың километр квадрат. Әлемде 4-ші орында болған. Бірақ 1960 жылдардан бастап теңіздің су азайып келеді. Теңіздің су азайып себебін ғалымдар түрлі жағдайларға байланыстырып отыр. Жақсы. Келесі Балқаш тобы өзін таныстыра қойсын. Балқаш Қазақстанның оңтүстік-шығысында орналасқан тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий және де Арал теңіздерінен кейінгі 3-ші орында. Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегіндегі Балқаш Алакөл ойысында. Теңіз деңгейінен 340 метр. Су деңгейі 100-110 километр куб. Оның орташа тереңдігі 6 метр. Ең терең жері 26 метр.
сауал бар. Қазір сабағымыздың ары үй тапсырмасын жалғастыратын боламыз. Үй тапсырмасын мен сендерге домино әдісі бойынша дайындап алып келдім. Сол тапсырманы әр топ домино әдісімен орындап шығады. Бұл үй тапсырмасы. Тапсырма. Балқаш тобы жұмыстарын аяқтап қойыпты, молодцы. Балқаш тобы. Осындай фигура шығардыңдар ма? Иә. Тамаша. Отыра қойыңдар онда. Әр топтың оқушылары жаңағы үй тапсырмасын өте жақсы деңгейде орындады. Алдындағы өздеріңнің балдарыңды қойып отырыңдар, ұпайларыңды беріп отырыңдар, иә? Қазір сабақ соңында ұпай санын есептейтін боламыз. Үй тапсырмасының балын беру деген ойдам. Енді ары қарай балалар жаңа сабағымызға көшеміз. Бүгінгі тақырыбымыз бөлшектерді пысықтау. Бүгінгі сабақтан сендер бөлшектерді салыстырасың, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып азайтуды үйренетін боламыз балалар. Олай болса, қазір біз бір бейне жазба тамашалайық. Теңсіздік құрастырайық. Бірінші теңсіздікті кім атап шығады? Аяғы. 24 миллион 64 мың метр куб. Ал оған қарама-қарсы 176 мың 400 метр куб. Тең болады 24 миллион 64 мың куб үлкен болады. Үлкен болады, тең болмайды. Дұрыс айтасың. Ал қане белсендірек қатысамыз, белсендірек. Ильяс. 176 мың 400 метр куб. 16 мың 500 метр кубтан үлкен. Иә, осылай жауап береміз. Жақсы. Келесі, Томирис. Айсұлу, жұмысыңды аяқтадың ба? Иә. Жақсы, отыра ғой. Келесі, кім шығады? Томирис шыға ғой, қане.
Tamam. Келесі. Шыға ғой, Ильяс. Тапсырма сайын біз бағалауымызды белгілі деңгейде алып отырмыз. Енді бізге қазір сендерге берілетін тапсырма топтық жұмыс. Яғни біз кітаптағы 5-ші есепте А және Әсі бар. Бірінші каспи тобы сіздер аласыздар. 5-ші есептің асын. Балқаш тобы сіздер аласыздар. 5-ші есептің әсін. Бізде арал тобы алады 9-шы есепті. Жақсы ма? Тапсырма түсінікті ғой балалар? Олай болса, жақсылап бірінші тапсырманы оқып аламыз. Сосын алттарыңдағы ақырыға шартын құрып, кішкентай қылмай, үлкен оқып, көрнекілер шартын құрып, тапсырманы орындаймыз. Балалар, кітаптағы барлық тапсырмалар осымен орындалды. Тек қана бір тапсырмадан қате кетті. Енді қазір біз бүгінгі сабағымызға қорытындылау мақсатында сендерге қазір сұрақ жауап берілетін болады. Енді мына жерде балалар әрбір ұяшықты таңдаймыз. Ұяшықты таңдау арқылы біз жаңағы ұяшықтың астынан шыққан сұраққа жауап береміз. Түсінікті ма? Іші ұяшық. Алма екі Сұрақты оқимыз. бөлімі үлкен бөлшек. Алма екі бөлшек бөлімі үлкен болса, онда сол сан кіші болады. Сол сан кіші болады, бөлімі үлкен болса. Себебі қанша бөлімге бөлінсе, ол сақталып кішірейіп түседі. Келесі аяғы. 5-ші ұяшықты таңдаймыз. 5-ші ұяшық. Бөлімі бірдей бөлшекті қосқан кезде. Бөлімі бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болып саналады. Жұмыс аяқталды ма? Олай болса, мұнда әкеліп қоямыз. Құрметті оқушылар, міне сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Енді әр топ өзінің тапсырма орындау барысында қойып отырған балын маған таныстырып кетсем. Каспи тобы сіздерде қанша бал болды? Топтық бал. Көтеріп айта қойыңыз. 10 балл алдыңыздар ма? Тамаша. Балқаш тобы сіздерде қанша бал?